Сәлем қыздар, ауызашарға бүгін керемет сіздерге ужинға идея айтатын боламын. Өзім бірінші рет жасадым, сіздер жасап көріңіз, дәмі керемет. Енді восточный бір түшпара деп атасам да болатын шығар, атауын білмейді екенмін, өзім бірінші рет жасап тұрмын. Ол үшін пельменнің қамыры сияқты осылай қамыр илеп аласыз. Бір жұмыртқамен ғана иледім. Одан кейін тауықтың төс етін алып осынша етіп турап алдым. Керек заттар пиязымды, картопымды, помидорымды және перецімді, болгар перецін. Сіздер қандай перец бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Жартылай ащы перец қолдануға да болады екен. Өте дәмді шықты, жасап көріңіздер міндетті түрде. Осы барлық керекті құрамдардың бәрін турап дайындап алдым. Сковородкаға майымды құйып қыздырып алдым. Және де бірінші филемді салып, жақсылап чеснокпен қуырдым. Осылай салып қуырып аламыз. Одан кейін жақсылап араластырғаннан кейін шетінен мен жаңағы чесногымды салып қойып, дәмін келтіріп, мен сол аралықта жаңағы түшпарамды дайындай бастадым. Арнайы кесетін қалыппен түшпарамды кесіп, қамырын дайындайтын боламын. Қазір мен сіздерге жұмыс барысын көрсетіп өтетін боламын. Менің Instagram, YouTube каналдарыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер шабыт берген сайын неше түрлі тамақтар дайындаймын ғой. Осылайша наным қамырымды жайып алған болатын. Өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа етіп жайып шығасыздар. Сол аралықта пиязым қуырылды, пиязым салдым, дәміне қарай тұз, бұрыш, хмели, сумели және чесноктың осындайларын араластырып жақсылап қуырып алдым. Жай отта, жаймен, баппен қуыра бересіздер ғой. Осылай жақсылап қуыра бересіздер, астын жай басып қойдым. Одан кейін қуырылып бітті дегеннен кейін тұзын, дәмін салдым. Осылай тұзын, соевый соустан 2 қасық, ас қасықпен 2 қасық құйдым. Жақсылап араластырып қойдым дағына, жылы су құйдым. Жылы суымды қойып, астын жай басып қоясыздар. Одан қамырымызды осылай пельменге немесе осылай арнайы кескіш бар, немесе өздеріңіз кесе берсеңіздер болады. Жақсылап кесіп алдым да, осылай кешегі манты түйген сияқты, қошан манты түйген сияқты пельменімізді осылай кішірек түйіп шығамыз, әдемілеп. Ұзынша етіп түйіп шығасыздар. Бәрін осындай кезекпен түйіп шықтым. Енді картоп пен перецтерімді салып араластырып, ыстық қайнаған судан құйған болатынмын. Осылай шықты. Міне пельмендерім жақынырақ көріңіздер. Әдемі шықты, түшпара десем болады. Не деп атарым білмей қалдым, бірақ восточный сондай керемет тамақ. Томатымды салып, жаңағы картошка мен перецімді салып бір қайнатып алдым, бұрқ еткізіп. Картошка пістау деген кезде тұзын дәмін көріп, картошка пістау деген кезде сахарлатып қайнатып тұрдым дағына, жаңағы түшпараларымды салып бастадым. Осылай рет-ретмен салып шығасыздар. Түшпара суға батып тұру керек, сонда күшті болып, буымен, дәммен әйбет пісетін болады. Жақсылап 10-15 минут түшпара піскенше қайнатып аламыз. Пісті, астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.